Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге молочная девочка тортының оригинал рецептімен бөлісетін боламыз және тортты бірге оформлениесін жасайтын боламыз. Ал бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, сгущенканы және де бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды саламыз және осы үшеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң массамызға разрыхлительді қосамыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Және де оны да жақсылап бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді оны пергамент қағазына осылай 2-2,5 қасықтан салып шығамыз. Мен пергаментке пищевой фломастермен сызып аламын диаметрді. Менде 20 диаметр қазір. Осылай әдемілеп бір келкі етіп жағып шығамыз. Және 180 градуста беті осындай қызарғанша пісіріп аламыз. Мен осылай кольцомен кесіп шығамын. Тортым түп-түзу болып жиналу үшін. Пергаменттен шешкенде осылай оп-оңай алынады. Осындай әп-әдемі болып шығады кождарымыз. Барлық кожды пісіріп аламыз. Осылай беті қызарғанша. Мен осындай қызартып пісіріп алғанды ұнатамын. Негізі аппақ болғаннан осындай қызарып піскені әдемі. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бірінші творожный сырға шекерді қосып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Мен дәл осылай жасаймын. Бірінші творожный сырмен шекерді миксерлеп алам. Сол кезде кремде ешқандай комок болмайды. Кремге қосатын творожный сыр, сливки міндетті түрде салқын болу қажет. Одан кейін ең соңынан сливкиді қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Крем қоюланғанша. Мына жерде қарап отырсаңыздар, қазір өзі жаймен қоюлана бастайды. Осылай узорлар шығып бастайды кремде. Және уже қолға да білінеді қоюланып жатқаны. Біздің креміміз дайын. Осылай ыдысты төңкерген кезде түспейтіндей болу қажет. Енді тортымызды жинаймыз. Астына кішкене крем жағамыз. Және пропитка жасаймыз. Мен именно осы молочная девочка тортын пропиткамен жасаймын. Сол кезде тортымыз влажный, әдемі болып, ауызда еритін болып шығады. Пропитканы мен сүтпен немесе сгущенкаға кішкене қайнаған су қосып, солай жасаймын. Осылай кремін жағамыз, бетінен қайтадан корж, оның үстінен пропитка. Пропитканы да қатты көп жақпайсыздар. Осы видеодағыдай кішкене ғана қосып жасаймыз. Мен тортта осындай ацетатный пленка, оның үстінен кальцоны қойып жинаймын. Сол кезде тортымыз теп-тегіс әдем болып шығады, түп-түзу болып жиналады. Ең соңғы кожды саламыз, және оның бетіне кішкене пропитканы саламыз, және азғантай ғана крем жағып шығамыз, және де торттың бетіне пищевой пленканы жауып қоямыз. Холодильниктегі басқа иістер тортқа сіңіп қалмас үшін. Енді тортымызды кемінде 7-8 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Менің тортым холодильникте тұрды. Енді оны сыртқы кремін жағып, оформлениесін жасайтын боламын. Кремді осындай кондитерлік қапшыққа салып аламын. Менде бұл заказ торт, клиенттің қалауымен оформлениесін жасайтын боламын. Осылай кремін жағып шығамын, сыртқы кремін. Және осылай спатуламен тегістеп аламын. Енді шетін шпательмен тегістеп шығам. Жетпей қалған жерлеріне кремін жағып, тағы да жақсылап тегістеп аламын. Енді оформлениесін жасаймын. Менде бұл анаға арналған торт. Осындай сүйікті анама деген акриловый топпер қойдым.
Сосын шоколадпен, натуральный ақ шоколадты ертіп алдым да, осы шоколадпен туған күніңізбен деген жазуды жазып қойдым. Торттың жанын осылай толқынды етіп шығамын шпательдің көмегімен. Бұл да әдемі бір оформление болады. Және де осындай жемчуг посыпкалармен сәндеп шығамын. Осындай біртіндеп, әдемілеп қоямын. Енді апельсиндерді осылай бөліп қойып шығамын, әдемілеп. Ал торт дайын, осындай болып шықты. Менде бұл заказ торт болған соң, сіздерге дәл осы торттың разрезін көрсете алмаймын. Осы рецептпен жасалған, өзімізге жасалған молочная девочка тортының разрезін көрсететін боламын. Тортымыз міне осындай әдемі болып шығады кескен кезде. Осындай жұмсақ керемет болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы тортты.